Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз өте дәмді әрі пайдалы салат дайындаймыз. Бұл салат қол жетімді ингредиенттерден тұрады. Қызылшамызды алдын ала пісіріп аламыз. Қызылшамызды алып 4 бұрыштап турап аламыз. Бұл әрине өздеріңіз қалауларыңыз, ірі немесе кіші турасаңыз. Бұл көкөніс ағзаға өте пайдалы, сондықтан да күнделікті рационға қосуға кеңес беремін. Енді брынза ірімшігімізді алып 4 бұрыштап турап салатымызға қосамыз. Бір сарымсағымызды алып, оны үкіштен өткізіп, салатымызға қосамыз. Содан кейін салатымызға атбас бұршақтарымызды саламыз. Көріп тұрғаныңыздай, салат өте тойымды болады. Кішкене тұздаймыз. Көп тұзын салудың қажеті жоқ, өйткені біздің ірімшігіміз өте тұзды. Үстіне күнжіт сеуіп, 1 шай қасық лимон шырынын құямыз. Ал соңында 2 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырамыз. Міне санаулы минуттарда біздің салатымыз дайын болды. Достар, сіздерге осындай дәмді салатты дайындауға кеңес беремін. Егер өз денсаулығыңызды күтіп жүрсеңіз, немесе диета ұстап арықтап жүрсеңіз, бұл рецепт сіз үшін. Егер де сізге бұл салат ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!